Биофотон дегеніміз тіршілік энергиясы қуаты. Био өсімдіктер болса, фотон жылу мен жарықтың денемізге тасымалдануы. Яғни Тибет тауының 3,5–5 мың метр биіктік аралығындағы күн нұрын бойына сіңіріп өскен шөптер арқылы сол күн сәулесінен тараған жылу мен жарықты клеткаларымызға жеткізу. Сол себепті емдік шөптерді -170 градус аязда қатырып, клеткаларымызға ене алуы үшін нанотехнологиямен ұсақтап, таза мақтаматаға орналастырған. Клеткаларымызға күш-қуат беру, заряд беру мақсатында. Квантты физиктер клеткаларымыздың 3 бөліктен тұратындығын дәлелдеген: кислородтан, жылудан, жарықтан. Сондықтан шөптер арқылы табиғи қуатты қабылдағанда қан тамырының ластануы тез ериді. Биофотонды өнімдер 3-5 секундта 3-5 сантиметрге еніп, клеткаларымызды белсендіріп, оған кислород тасымалдап, тазартып, нәрлендіріп, сауалтып, қан айналысын қайтадан қалпына келтіруге жұмыс жасайды. Биофотон иглы, физия, капилляротерапия, массаж қызметтерін өмірдегіден 3-5 есе артық түгел табиғи жолмен атқаратын болғандықтан, табиғи терапия бесконтактный медицина болып табылады. Биофотонды өндіруші Хуашэн корпорациясының артықшылығы техникалық құралдары әлемдік фармакологиялық индустриясының GMP нормасына сәйкес. Өндіру процесі стандартты экологиялық қауіпсіз ICO 9001 сертификатын иеленді. Әлемдік нарықта 1992 жылы жарық көріп, қазіргі таңда 60-қа жуық мемлекет қолданады. Қазақстанға 2004 жылы келіп, академик Шармановтың өзі бекіткен. Биофотонды өнімдер дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымынан 21 ғасырдың ең үздік үй шипажайы және ақылды үй дәрігері номинациясын қатар иеленді.